Мен сіздің денеңізбін. Мен сізбен сөйлесейін деп едім. Маған бірнеше минут беріңіз. Мен сізге бірнеше маңызды нәрсені айтқым келеді. Бірінші, мені сіз қалай ойласаңыз, мен солай боламын. Мен туралы жақсы ойлаңызшы. Мен әдемімін және солай болып қала беремін деп ойлаңыз. Екінші, аурулар туралы ойланып, оларды менен іштей іздесеңіз, мен сіздің ойларыңыздың пойызына бейімделуім керек және мен ауыра бастаймын. Өтінемін, бұлай етпеңіз. Үшінші, бойыңызда жағымсыз сезім тудыратын ойларға көп уақыт жұмсасаңыз, мен де ауыра бастаймын. Өйткені осы ойларға өмірлік күш жұмсалады. Төртінші, қуаныш туралы ойларды ойласаңыз, мен көз алдыңызда гүлденіп жасарамын. Бесінші, менің резервтерім мен мүмкіндіктерім өте жоғары. Тек маған сеніңіз. Мен регенерацияға қабілеттімін. Мен жоғалған мүшелерді қалпына келтіруге қабілеттімін. Дәрігерлер маған терминальды диагноз қойғанда да, мен сауығып кете аламын. Тек өз қалауыңызбен мүмкіндіктеріме деген сеніміңізге көмектесіңіз. Алтыншы, мен мыңдаған жылдар, немесе одан да көп жылдар бойы оңай жұмыс істей алатындай етіп жасалғанмын. Неліктен сіз 35-40 жаста, тіпті одан да ерте қартаю туралы ойлайсыз? Сіз мені өз ойыңызбен қартайтасыз. Жетінші, бірдеңе жеуге бара жатқанда, тым болмаса кейде менен сұраңыз, маған не керек? Егер мені тыңдауды үйренсеңіз, мен сізге әрқашан жауап беремін. Сегізінші, мен сұлулыққа тоқталғым келеді. Өтінемін, мені барлық дәрілер, силикондар, ботокстар мен тағы басқа нәрселермен толтырмаңыз. Мұның бәрін сіз де әдемі бола аламын. Тек маған көмектесіңіз. Ал мен сізге қажетті формаларды қуана қабылдаймын. Тоғызыншы, маған таза ауада серуендеген ұнайды. Мен жүзгенді, жүгіргенді жақсы көрем. Би, массаж ұнайды. Оныншы, мен сізді өте жақсы көремін. Ал мен сізден алғыс, махаббат сөздерін естігім келеді. Кем дегенде, кейде. Әйтпесе, мен сізді әлі де шексіз жақсы көремін. Мен сіздің денеңізбін. Сіздің денеңіз ғалам. Сіз кең ғаламның бір бөлігісіз. Рахмет, мен бармын, өйткені сіз соны қаладыңыз. Ал мен сіз қалағандай боламын. Бір-бірімізге көмектесейік. Сүйіспеншілікпен сіздің денеңіз. Авторы Жұлдыз Өтепберген. Назарыңызға рахмет.